Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Ассаламағалейкум достар, менің есімім Дарсил, және де мен Invictus Fitness'та мастер жаттықтырушымын. Бүгін біз Дамир екеуміз қасиетті Рамазан айында қалай жаттығу екенін түсіндіреміз. Тамақ бойынша сіздерге диетолог түсіндіреді, ал спорт бойынша сізге бәрін мен айтып беремін. Себебі Рамазан айында жаттығудың өзінің ерекшеліктері бар. Бұл бойынша біраз әңгімелер бар. Кейбірлері таң атысымен жаттығуға болмайды дейді, кейбірлері ауыр салмақ көтеруге болмайды дейді. Жалпы мен сіздерге айтарым, бәрін істеуге болады, бірақ бәріне дұрыс дайындалу керек. Осы туралы бүгін әңгіме айтамыз. Жалпы жаттығуға ауыз ашардың алдында немесе ауыз ашқаннан кейін дайындалуға болады. Егер сіз ауыз ашардың алдында жаттығам десеңіз, бұл жаттығу өте интенсивті болмайды, себебі сіз күні бойы өз жұмысыңызбен айналысасыз. Аузыңыз берік, жұмыстан кейін ауыз ашарға дейін уақыт аз. Ал екінші нұсқасы, біз бүгін Дамир екеуміз соны көретін боламыз. Себебі ол ораза ұстанғанға дейін спортта жеткен жетістіктерін жоғалтқысы келмейтін адамдарға арналған, алға жылжуы бар адамдарға. Сондықтан біз Дамирмен аузымызды ашамыз, дұрыс тамақтанып, күш жинап алғаннан кейін жаттығуға кірісеміз. Ал Араймен біз ауыз ашарға дейін жаттығамыз, себебі оның жұмыс кестесі еркін әлі жеңіл, ол күндізде де түнде де жаттығалы. Сондай нұсқасында көреміз. Бізде барлық құралдар бар, біз аш қарынға жаттығамыз. Сондықтан біздің жаттығуларымызда тек өзіміздің дене салмағымызбен өтетін болғандықтан ешқандай құралдар қолданбаймыз. Достар, егер де сіздер әлі жаттығу бастамай, әртүрлі сылтау іздеп жүрсеңіз, немесе ораза кезінде жаттығуға болмайды деп ойласаңыз, бізге қосылыңыз. Бізде мықты топ бар. Жаңалықтардан қапы қалмаңыздар, сториске салыңыздар, бізді белгілеңіз. Біздер сіздерге көмектесуге дайынбыз. О, сәлем, қалайсың? Жақсы. Көңіл күйің қалай? Супер. Тамақтандың ба? Күшің бар ма? Дайынсың ба? Я, күшім бар. Жаттығай. Супер. Жоспар осындай. Біз бүгін сплит жасаймыз. Арқамызды жаттықтырамыз. Бірақ басында қан жүгірту керек. Мына жолға тұр, шынығайық. Бірге ма? Я, бірге. Өзің қалайсың жалпы? Оразан қалай? Супер. Бәрі жақсы келе жатыр. Бастысы жаттығуларды дұрыс істеу керек. Дұрыс айтасың. Дұрыс, дәл қазір екеуміз кардио тренировка бастаймыз. Дайындалайық, сусындарымызды дайындайық. Енді ширату жасау керек. Кеттік, осы жерде жаттығамыз. Әдеттегіде жоғарыдан төмен бастаймыз. Я, былай, алға, артқа. Осыдан бастай берейін ба? Я, мойнымызды жаттықтырамыз. Керемет. Енді иықтарымызды. Иық бүгін бізге қажет болады. Жақсы. Енді басқа жаққа. Қолдарыңды, я, осылай, асықпай. Жоғары қара, я, осылай. Дұрыс. Күні бойы жұмыста болдың, отырдың, жүрдің. Енді осының бәрін жандыру керек. Керемет. Енді шынтақтар. Керемет. Ендеше еңкейеміз. Қатты тізеңді бүкпесең болады. Дұрыс еңкейгені болған. Жақсы. Енді бір-екі рет айналдырамыз. Күшті. Дұрыс. Басқа жаққа енді тағы да осылай. Күшті. Енді аяққа көшейік. Керемет. Қол, аяқ. Суыңды алдың ба? Я, алдым. Үлкен құдықтай су алып алдым. Керемет. Келесі аяқ. Бірақ енді алысқа жүгіру керек болады.
Жарайды, біз денемізді қыздырттық. Бірінші жаттығуымыз тартылу. Біз өзімізді тар ұстағышпен тартамыз, осылай ілулі тұрғанда. Жоғары қарай тартқанда мүмкіндігімізше арқаны кейін созуға тырысамыз. Одан кейін кеудеге дейін азайтамыз. Дұрыс, 10 рет жаса. Міне тамаша. Қолдарыңды толығымен түсет. Стандартты тартылу үшін сен кең ұстай аласың, бірақ бұл соншалықты маңызды емес. Тамаша, енді гантель тартамыз. Сонымен қатар кең бұлшық еттерді жаттықтырамыз. Сен ең бастысы бицепспен емес арқамен жұмыс істеуге тырыс. Жақсы. Мұның мәні неде екенін қара. Саған ыңғайлы позицияны алу керек. Аяқтар иықтың енімен бірдей. Қандай салмақтан бастау керек? Мен 20 килограммнан деп ойлаймын. Сен бір қолыңды бос орынға қоясың, міне, арқаңды түсі ұста. Енді гантельді екінші қолыңа алып, иықты мүмкіндігінше төмен түсір. Содан кейін жауырыныңды екінші жауырыныңа қарай әкелесің. Көрдің бе? Міне, менің қолым әлі бүгілген жоқ, бірақ менің арқам жұмыс істеп тұр. Ал ең соңында біз белге қарай тартамыз. Осылай жұмыс істейміз. 8-10 қайталау жасаймыз. Бұл жерде доғаны артқы жағында ұста және беліңе қарай көбірек тарт. Бірақ бұл жерде диагональ бойынша артқа қарай тартқаның жөн, және де қолыңды қаттырақ түсір. Сонымен бұл бұлшық етті дәл осы жерде сос. Тамаша. Ең бастысы ыңғайлы болу керек. 8-ден 12-ге дейін қайталау және осылай жасай бер. Жарайды. Екінші жағынан аздап ең. Аяқты да осылай қойға болады. Ең бастысы арқаның керілгенін ұмытпау керек. Престі де ұмытпа. Тегіс ұста. Плавно, да. Көрдің бе? Тамақ ішкенің жақсы болды. Ішуге мүмкіндігің болды себебі. Мысалы, сен аузыңды ашпай тұрып жаттығатын болсаң, бұл жаттығу өте қарқынды болмайтын еді, яғни салмақ азайып, көбірек демалатын еді. Жалпы алғанда жаттығу соншалықты нәтижелі болмас еді. Және де сен толықтай жұмыс істей алмайтын едің. Бірақ күні бойы сенің денең энергия үнемдеу режимінде жұмыс істейтінін ұмытпа, сондықтан біз мұнда да көп жұмыс жасай алмаймыз. Керемет, енді орындауға 3 жаттығу қалды. Блок тренажерында тік тарту және көлденеңін тарту. Содан кейін сен гиперэкстензия жасайсың. Бұл 2 жаттығуды сен 4 рет 8-12 қайталау жасау керексің. Жарайды ма? 4 рет, содан кейін гиперэкстензияға 50 рет тартылсаң болады. Бірден 10 рет жасасам керек емес пе? Жоқ, 5-5-тен бөліп 10 қайталау жасасаң болады. Сен әлі ауыр салмақты көтере алмайсың. Жарайды. Жақсы, жүр, керемет жаттығу жасадың. Бүгін жаттығудың бірінші күні. Рамазан айында жаттығудың қажет жоқ деген стереотип бар, бірақ та мен сіздерге айтарым, жаттығу керек, денені тонусты сақтау керек. Бүгін мен Дарсил жаттықтырушымен өте керемет жаттығулар жасадым. Ауыз ашқаннан кейін жаттығып, қазір өз-өзімді керемет сезініп отырмын. Сонымен ораза айында қалай жаттығу керек? Шын айтқанда, егер мен тренерсіз өз жаттығуларымды өзімен өзім бастайтын болсам, бір орында тоқтап қалар еді. Бірақ мен жаттығуларымды жаттықтырушымен бірге бастағандықтан, менің жаттығуларымның бәрі ары қарай алға өсті, және де жаттығулар осылай жеңіл өтті. Рамазан айында спортпен шұғылданыңыз және де жаттығуға міндетті түрде жаттықтырушыны алыңыз. Жаттығуларыңызды түсіріп, бізді белгілеңіз, біз сізді бақылайтын боламыз.